Арнамызға қош келдіңіздер. Адамның пікірін тыңдамай, ол туралы еш нәрсе айтуға болмайды. Ақылды адам өз пікірін өзінде ұстайды. Ақылды адамдар ешқашан ренжімейді, олар нәтиже шығарады. Достарды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, белгілі бір уақыт қана сіздің өміріңіздің қонағы болса, екіншісі, қандай қиындық туса да қасыңыздан кетпейтін жандар. Оларды бағалай білу керек, өйткені олар өмір бойы сіздің қасыңызда болады. Әрдайым дұрыс жүретін адамның өзі де жалықтырып жібереді. Таңертең оятқышыңыздың шырылдамай қалуы өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Адамдарды күлкілі күйінде көрген кезде ғана сіз оларды қатты жақсы көретініңізді сезінесіз. Мен өзімнің детектив романдарымның сюжеттерін ыдыс-аяқ жуып жатқан кезде табамын. Өйткені ол маған мүлдем ұнамайтын іс. Сол себепті басыма бірден өлім туралы ойлар келеді. Бұл өмірдегі ең үлкен бақытыңыз, бақытты балалық шағыңыз. Неке махаббаттан да көп нәрсені білдіреді. Ең бастысы сыйластық. Мен сізді жас деп айтпағаныма ренжімеңіз, себебі жастық шақ ең тез өтіп кететін кез. Егер сіз болашақ жарыңыздың өмірлік қағидаларын ұстана алмасаңыз, онда оған күйеуге шықпай-ақ қойыңыз. Бақытты болған жеріңізге ешқашан қайтып оралмаңыз. Қайда жүрсеңіз де өзіңізді бақытты сезініңіз, ал белгілі бір жерге қайтып барсаңыз, онда бәрі құриды. Әйел адам әрдайым жолдасының жанында жүру керек. Егер болмаса, онда ол оны ұмытуға хақысы бар. Өмірде керемет өнер туындыларын ыңғайсыз жерде, немесе мезгілсіз уақытта көргеннен асқан қателік жоқ шығар. Шекспир соның кесірінен талай таяқ жеген. Әйелдер әрдайым ер азаматтарынан адалдықты күтеді. Жылағанда жұбанышы, құлағанда қуанышы болғанды қалайды. Қандай да болмасын шешімді бірге қабылдағысы келеді. Ендігі жастардың барлық уақыты әңгімеге, жұмысқа, елдің тағдырына кетеді. Әрине ол өте дұрыс, бірақ айтыңыздаршы, сол көңілді ме? Қыз бен жігіттің бір-біріне бауыр басып қалуы өмірге деген көзқарастарының бірдей болуынан басталады. Олардың ойлары әрқашан бір жерден шығады. Өлі адамдар туралы не жақсы, не жаман ой айтылады деген сөз бар. Бірақ мен онымен келіспеймін. Өйткені өлі адам туралы болса да, тірі адам туралы болса да, шындықты айтқан дұрыс. Егер арманыңыздың орындалмайтынына көзіңіз жетіп тұрса, оны бірден тоқтатқаныңыз жөн. Құр үмітпен күн кешудің қажеті жоқ. Басқа адамдарға керек нәрсені мен керемет білемін деп ойламаңыз. Тек білгеніңізді бөлісуді ұмытпаңыз. Әңгімелер адамдарға ойлануға кедергі келтіру үшін ойлап табылған. Әйелдің қартаюы өмірлік трагедия.